Баршаңызға сәлем. Бүгін қолжетімді өнімдермен дайындалатын, миксерсіз жасалынатын морковь қосылған пирогтың рецебімен бөлісемін. Ең бірінші морковьті үкіштен өткізіп аламыз. Мен алдын ала дайындап алдым. Содан кейін жаңғақты осылай ұсақтап бөліп алдым. Болмаса блендерден өткізсеңіз болады. Енді келесі жұмыртқа мен шекерді салып, венчикпен араластырамыз. Содан кейін бөлме температурасындағы майды салып, араластырамыз. Ұнға қопсытқыш салып, араластырып аламыз. Тестімізға ванильді сахар, ұнымызды салып, былғаймыз. Барлық ұнымызды салып болғаннан кейін, сәбіз бен жаңғағымызды қосып, былғаймыз. Дайын болған тестімізді пергамент қағаз төселген табаға салып, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Осымен пирогымыз дайын. Пирог көтеріліп пісті. Енді 10 минутқа суытып қоямыз. Енді пирогты кесемін. Көріп тұрғандарыңыздай пирог көтеріліп ылғалды болып пісті. Пирог бізге ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің видеом ұнаса, маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.